3D модельдеу немесе 3 өлшемді нысан жасау қазіргі уақытта әлем бойынша тез қарқын алып келеді. Ол кез келген салада қолданылуымен тиімді, әрі сұранысқа ие. Түрлі ғимараттарды осы әдіспен модельдеу арқылы құрылыста қателік жібермей, әр қадамды нақты жоспарлауға болады. 3 қатпарлы модельдеуде сайттар мен бағдарламалардан бөлек арнайы қалам мен принтерлер қолданылады. Бұл құрылғылар арқылы түрлі заттарды жасауды игеріп алғаннан кейін ғылымға үлес қосып жүргендер де көп. Астанадағы мектептерге 3D құрылғыларды енгізіп жүрген әсет, осы арқылы балаларды технологияға қызықтырып қана қоймай, сол бағытқа икемдеуге болатынын айтады. Кез келген бір бастаманың ең бастапқы бірінші қадамы осы 3D модельдеу арқылы адам толығымен өзін ой-өрісін, өз фантазиясын сол 3D модельдеуге салып, көріп, жасап біткеннен кейін екінші қадам оны іске асырады. Дәл солай заман талабына сай біз өз оқушыларымызға, өзіміздің кішкентай бүлдіршіндерімізге осы 3D модельдеуін ең бастапқы деңгейін үйретудеміз. 3D қалам бала үшін шынайы әлемді танып білудің әдісі. Ол қиялындағы затын сонымен бейнелеп, әрбір бөлшегін өз қолымен жасап үйренеді. 3D қаламда сияның орнына 3 мм пластик қолданылады. Пластик сұйықтық ретінде қаламнан шыққаннан кейін тез арада қатып, суретті 3D бейнеде салады. Қаламсаптың салмағы небәрі 200 грамм. Онымен тегіс жерде сурет салу ешқандай машықты талап етпейді. 5-ші сынып оқушысы Ермұхамед осындай қалам арқылы әртүрлі заттарды жасап шығаруға әуес. 3D қаламмен мен мектепте және үйде жұмыс істеймін. Мен осы 3D қаламмен әртүрлі фигуралар жасаймын. Куб, параллелепипед және де тұрмысқа керек заттарды жасаймын. Менің қиял ғажайыбым дами бастады. 3D принтер суретті 3 өлшемді етіп шығарады. Ол кез келген затты алдын ала тапсырма беру арқылы өзі автоматты түрде жасайды. Объектінің шынайы түріне сәйкес келетін нысанын жобалау және жасау осы принтер көмегімен орындалады. 3D қалам және принтер құрылғылармен жұмыс істеп үйренген оқушылар болашақта хай-тек саласына қажет құрал жабдықтарды ойлап табуы әбден мүмкін.